Төркін келді ағайын, төркін келді, бері қарай жиналыңыздар. Мынау менің ата-анама жайған ақтастарғаным. Енді бұл қыздарыңызда енді арман жоқ, өзі мәз. Қуанышы қойны сыймай басына бақыттан басы айналып жүр. Ал енді жар болған әкемді көрсетейін сіздерге. Мына видеоның сіздерге живойын салайын десем музыкаға қосылып тұр, сондықтан музыкаға қосылып тұрғасын мен оны салмадым, живой несін салғым келген. Мынау менің әкем. Енді сағынғанымызды көріп тұрған шығарсыздар. Сағынғанда да от души сағыныппыз. Мен папамның қызы екені осыдан-ақ көрініп қалған шығар. Ал мынау менің нағашы апам. Яғни мамамның сестрасы дейміз ғой. Үйге бірінші рет келіп тұрғаннан кейін үйге шашу шашып жатқан жайы бар. Әне міне дегенше әне келеді міне келеді деп жүргенде енді келді, уақыт та келді. Ал мынау менің мамам, таныс болыңыздар. Мамам дұрыс көрінбей қалған сияқты. Әне міне дегенше уақыттай зымыраған уақыттай әне алдында ғана бір ай бар, ойбай деп жүредік. Міне уже төркінімді келді. Мен қуанып мәз болып жүрмін. Енді алыста, төркіні алыстағылар ғана түсінетін шығар мені. Жылына бір рет көргеннен кейін бәріміз арқа-жарқа болып шай тамақ ішіп, ертең сіздерге әкеме жазған ақ тілектеріңізді ертең әкеме көрсетіп, сіздерге көрсетемін. Міне видеода да көріп отқан шығарсыздар папамның қандай ақкөңіл екенін. Менен бұрын ұлым қуанып жүр ғой. Мен кішкентай кезімде ауылға барған, төркініме барған кезде мен өз папамды папа деп жүрсем, бұл да папа деп кеткен ғой. Бұны мен папамды папа деп ата деп айтпайды, папа деп айтып кеткен ғой. Соған папа мәз болып, папаның соңынан қалмай жүр ғой. Алдыңғы комментарийде төркініңіз келіп бізді ұмытып кетпеңіз деп жатыр еді. Қой, ұмытып кетпейін деп құрсын, бүгін сіздерге бір көрініп бір видео салып қояйын дедім. Осы видеоны салғаннан кейін бір-екі күн жоқ болып кетсем ренжімеңіздер, айып етпеңіздер. Бірақ ертең тойдың видеосымен міндетті түрде бөлсем. Ал мына жерде не ашып жатыр, не істеп жатыр десеңіздер, анамның ауылдан алып келген сарқыттары. Күліп жатырмын ғой. Күйеуге шыққаныма 4 жыл ма 5 жыл ма болса да әлі күнге дейін маған тамақ тасиды деп күліп жатырмын ғой. Сарқытын, етін, қыстық сақтаған етін, балығын бәрін әкеліп ауылдың дәмін жеп мәз болып жатқан жайым бар. Ал енді келесі видео тағы шықсын десеңіздер, маған лайкты аямай басып комментарий жазып кетіңіздер.